كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugün sabahımız Adabul Mashi ila Salah'tan cemaat namazının tahribine kelip toxtagan edik. Biz o'tgan sabahımızda sol cemaatning sanagı және onun xasiyeti және soğan uqsagan kebir meselelerdi aytib o'tgan edik. Sol aytib o'tgan meselelerning birine және bir eskертүү aytuumuzga qajет, ол ayellerдің cemaati туралы. Өткен сабақта айтып өттік, әлбетте бұл ayellerдің өздері жеке жамағат болып намаз оқулары негізінде кейбір сахабияттардан, уммахатул муъминдерден келген нәрсе. Бірақ негізінде біз білуіміз керек, жамағат мешітте болады. Жамағат мешітте болады. Имам ер кісі болады. Кімде-кім жамағатпен намаз оқитын болса, жағдай барынша мешітке бару керек болады. Енді үйде де жамағат болып оқса бола ма десе, қажет болған уақытта, кейбір уақыттарда оқса болады. Наби саллаллаху алейхи ва саллам Умму Сулайм радияллаху анханың үйіне барып, және кейбір басқа сахабалардың үйіне де барып, жамағат болып оқыған кейбір нафил намаздарды. Ол болады. Бірақ бұны әдет қылып алу туралы нәрсе келгенін білмейміз. Яғни сол нәрсені әдет қылып алып, ардайым жамағат болып үйде оқу. Жоқ, жамағат негізінде мешітте болады, хайя ала сала. Сол себептерде әйелдер оқыса жалғыз оқи береді. Бірақ ара-арада сондай бір жиналып қалғанда жамағат болып оқылары кеп қалса, оқса, әдет қылып алмаған суретте егер жамағат болып арада оқып қалса, оны иншаллах оның ауырлығы жоқ. Бүгінгі сабағымыздың жалғасында муаллиф рахимахулла айтады: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة деп. Кімде-кім имам менен бірге бір ракатқа жетсе, жамағатқа жетіпті деп жатыр. Кейін وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. Ракат имамға руку қылған жағдайда жету менен болады демекші. Бұл екі мәселе. Яғни адам мешітке кіріп келді. Мешітке кіргенде имам рукуда тұр. Немесе сәждеде тұр. Немесе соған ұқсаған жағдайларда. Қай суретте оның ракаты есептеледі, қай жағдайда ол жамағатқа жеткен болады деген тақырып өзі болды. Егер имам рукуда тұрған жағдайда адам жетіп келсе оған, ол жағдайда сол рукуға жетуі менен ол ракатқа жетіп барды ма, немесе сол ракатқа жеткен болып есептелмей ма дегенде хилаф бар ғалымдардың арасында. Ғалымдардың арасында хилаф бар. Наби саллаллаху алейхи ва саллам уақытында
Абу Бакр радияллаху анхунun қыссасында осы нәрсе болған. О кісі мешітке кіріп, саптан артта тұрғанда рүку қылып қосылады. Наби саллаллаху алейхи уассалам сонда сол рукуға қосылғанда сол ракатың есептелмеді деп айтпайды. Сол сияқты Зайд ибн Вахб рахимахуллах мен Ибн Масуд радияллаху анху менен мешітке кірдім да имам руку қылған еді сонда руку қылдым дейді. Ибн Масуд менен. Ибн Масуд рукуға барды, мен де рукуға бардым. Сонда имам намазын бітіргеннен кейін мен сол рукуым себепті намаздан кешігіп қалдым деп ойладым да бір ракат қосып қою үшін тұрдым дейді. Себебі рукуға жетіп келді. Сонда Зайд ибн Вахб рахимахулла айтады, сонда Ибн Масуд радияллаху анху қолымнан ұстап отырғызып, иннака қад адракта, сен руку қылғаның менен ракатқа жетіп бардың деп айтады. Сол себептен Наби саллаллаху алейхи уассалам Ман адракар рукуа фақад адракар рак'a деп айтады. Сол себептен осы рукуға жету себептен сол ракатқа жетті деген жумхур ғалымдардың сөзі бар. Бағанағы Ибн Масудтың асарыны имам Тахави рахимахуллах Шархул Маанил Асар деген кітабында шығарған. Бұл төбеде айтты, ғалымдардың арасында хилаф бар деп. Сонда сұрақ келеді, сонда Фатиха не болады? Фатиханы оқымады ғой десе, осындай жағдайда Фатиханы оқымаған, яғни үзірлі болып түсіп қалады дейді ғалымдар. Мұхим мәселеде хилаф бар. Және бір мәселе, ол жамағатқа келгенде ол имам сәжде қылып тұрған болсашы, немесе екі сәжденің арасында отырған болсашы, олай қалай болады онда десе, имам қандай жағдайда болатын болса, сол жағдайда жамағатқа қосыла береді. Сәждеде болса, намазға Аллаху акбар деп кіріп, сәждеге бара береді. Екі сәжденің арасында отырған болса, Аллаху акбар деп намазға кіріп, екі сәжденің арасында отырыста қосылып кете береді. Себебі, Наби саллаллаху алейхи уассалам, имам Абу Дауд рахимахуллах өзінің сүнанында шығарған хадисте, «Иза житу мина салати ва нахну суджудун фасджуду» дейді. Егер намазға келетін болсаңдар, біз сәждеде болсақ, фасджуду, сәжде қылыңдар. «Вала таруддуха шей'ан» деп атыр. Бірақ оны ракаттан деп есептемеңдер. Ма адрактум фасаллу, басқа бір хадисте, Наби саллаллаху алейхи Абу Хурайраның хадисте, ма адрактум фасаллу, жеткендеріңді оқыңдар. Яғни имамның қандай жағдайда имамды жолықтырсаң, сол жағдайдан намазға кіріп кете бересің. Бірақ сәжде жағдайында жолықсаң имамға, онда сол ракат деп есептемейсің. Бәлкім имамға ери бересің. Қашан ракат деп есептеледі, сол бір имаммен бір ракатқа жеттің деп есептейсің, егер имаммен рукуға жетсең. Содан Наби саллаллаху алейхи ва саллям «Вала тауддуха шей'ан» деп атыр. Сәждеге жетіп барған намазының бір нәрсе деп есептеме, яғни ракат деп есептеме деп атыр. «Ваман адракар раката фақад адракас сала». Рукуға жеткен адам сонда намазға жетті деп айтылады. Сол мәселе бұл жерде. Енді жақсы, ол намазға кіргенде қалай кіреді және қалай такбир айтады десе, муаллиф рахимахулла айтады, وَتُجْزِئُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. Яғни имам рукуда тұр. Адам келеді де тіке тұрған жағдайда Аллаху акбар деп намазға кіреді. Содан кейін егер рукуға тура кетіп қалатын болса,
намазы намаз болып есептеле береді. Бірақ абзалы және бір рет рукуға барудың такбирында айтып барса дұрыс. Аллаху акбар деп намазға кіреді да, такбиратул ихрам бұл рукун, айтпаса болмайды. Сосын Аллаху акбар деп рукуға барады. Егер ол сол такбирді рукуға кете жатып айтса, онда дұрыс болмайды. Себебі ол такбирді тіке тұрғанда айтпады, қиямды орындамаған болады. Сол үшін кейбіреулер асығып, имамға жетіп алайын деп асығып келеді да, рукуға кете жатып Аллаху акбар деп айтады. Бұл дұрыс емес бұл. Біріншіден, имамға жетіп алайын деп асығып келудің өзі дұрыс емес. Төбедегі Сахи Бухаридегі Абу Бакр радиаллаху анхуның хадисінде Наби саллаллаху алейхи вассалам мен асығып келдім дейді. Сондай бір демін сығылып асығып келдім дейді. Ваджиту ас'a дейді. Сонда мани са'i деп Наби саллаллаху алейхи вассалам сұрайды. Мынау намазға әрекет қылып келген, асығып келген кім ол деп сұрағанда Абу Бакр радиаллаху анху мен дейді. Сонда задакаллаху хирсан ва ла та'уд. Бұл іс әрекетке, бұл нәрсеге қайтпа дейді. Yani намазға асығып келу деген болмайды бүйтіп. Наби саллаллаху алейхи вассалам ва алейкум сакина дейді. Сакина деген, яғни бір тыныштық, яғни асықпай, әдетте жүретіндей жүруде келу керек. Сонда имам рукуға жеткен жағдайда сен сапқа жетіп барсаң, асықпай жүгірмей, сонда Аллаху акбар деп намазға кіресің. Сосын Аллаху акбар деп рукуға барасың. Сол рукуға барғанша имам сами Аллаху лиман хамидах деп жібермесе, сол ракат деп саналады. Жумхур ғалымдардың есебінде. Егер сонда сами Аллаху лиман хамидах деп жіберсе, болды. Сен қайтып тұра бересің, бірақ сол ракат болып саналмайды. Сонда рукуға барып атқан уақытында Аллаху акбар десең, абзал, хилафтан шығасың сонда. Амма Аллаху акбар демей қалсаң, рукуға кете жатып, бірінші такбирде емес, рукуға кете жатып айтылатын такбирді айтпасаң, иншаллах намазыңа әсер етпейді ол. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر деп жатыр. Сол төбедегі тақырыпты растап жатыр бұл сөзде. Кімде-кім рукудан кейін имамға жетіп келетін болса, ол ракатқа жеткен болып есептелмейді да, бірақ ол имамға ери береді. Қандай? Себебі Наби саллаллаху алейхи вассалам төбедегі Абу Даудта айтылған хадисте фасджуду деді ғой. Егер бізді сәждедегі жағдайда жолықтырсаңдар, тапсаңдар, бізді солай сәжде қылыңдар. Аллаху акбар деп намазға кіресің да, сосын тура сәждеге кетесің. ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية деп жатыр. Бұл және бір мәселе, al-masbuq деп фуқахалар намазда имамнан кешігіп келген адамды айтады. Yani sabaqahul imam bir şey. İmamdan artta kalkıp gitken 1 rakat, 2 rakat, 3 rakat, Allahu alem. Kança bolsa da. Ol imamdan artta kalgan adamdı namazdan keşigip birinciden keyin ikinci nemesi 3. rakatga qo'shilgan adamdı fuqahalar masbuq deydi. Bol adam imamga 2. rakatda жетіп келді да, содан кейін 3. 4. rakatты imam оқыған уақытта бірге оқыды да, оның 1 rakatı қалды. 4. rakatı қалды оның. Ол не істейді десе, ол тек қана имам 2. сәлемді бергеннен кейін ғана тұрады. Сол дұрысырақ. Кейбіреулер 1. сәлемнен кейін тұруға рұқсат бергендер бар. Бірақ тыныш болу үшін, жүрек рахаттану үшін Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегеннен кейін тұрса, сонда оның намазы ешқандай бір күдіксіз болады. Бұл бір жағынан. Екінші жағынан, кейбір мазхабтарда саху сәжде қылғанда
bir жағына сәлем бергеннен кейін сәлем саху сәжде қылады. Егер адам бір сәлем бергеннен кейін бірден тұрып кететін болса, ол имамға қарсы келіп қалады ісі. Ол имам сәждеге кетіп жатыр, саху сәжде істеу үшін, ол тіке тұрып кетіп қалады. Соменен имамға қарсы келіп қалады. Сол себептен асықпай имам екі сәлемді бергеннен кейін, намаздан шыққаннан кейін, соменен ол қалған намазын толықтатуға тұрғаны дұрыс. Енді айтып жатыр, фәин адракаху фи суджуди сахви ба'да салами лам ядхул ма'аху деп жатыр. Егер саху сәждесі уақытында жетіп келсе, сәлемнен кейін жетіп келсе, омен кірмейді деп жатыр. Яғни сол имамменен намазға кірмейді. Себебі айтпақшы, ол жерде намазы бітті ғой олардың. Ол жамағат намазы бітті ретінде. Бұл да бір ғалымдардың фатуаларының бірі. وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه ديوات. Енді бір адам мешітке келді. Мешітке келген еді, намаз біткен екен, жамағат біткен екен. Ол не істейді? Басқа жамағатпен оқи ма, жоқ па? Бұл бір мешітте екі жамағат болуында ғалымдар макрух дейді. Макрух деп айтуының себебі бар. Ол мұсылмандардың арасындағы жамағатта фитна болмау үшін, хилаф болмау үшін бір мешітте бір имам болғаннан кейін бір жамағат болады ол жерде. Сол себептен кейбір бидат иелері мешіттің имамы пәлен түген бидаты бар деп, немесе пәлен түген мазхабта деп мешіттің имамының артында оқымайды да, намазды бітуін күтіп, намаз біткеннен кейін өздері жеке жамағат қылып оқиды. Бұл бидат, бұл дұрыс емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллам бұдан қайтарған. Бәлкім олар егер қателессе, олардың күнәсі. Дұрыс болса, өздеріне жақсы. Артында оқып тұрған адамдарға оның зияны жоқ. Қате оқып тұрса. Немесе оның бидаты болса, немесе сен ойлаған кейбір сүндеттерді орындамаса, саған оның ешқандай бір кемшілік жері жоқ. Сол себептен кейбір ғалымдар бір мешітте екі жамағат немесе үш жамағат болуды макрух көреді. Жалпы осындай бір себептер болмаса, мешітке келген уақытта әрекет қылып келді де, бірақ келсе мешітте жамағат бітіп қапты. Сонда ол не істейді десе, басқа бір жамағат болатын болса, солармен оқи береді. Немесе деп жатыр бұл кісі, адамдардың біреуі оған садақа қылады. Себебі өткен сабағымызда айтқан хадис. Наби саллаллаху алейхи ва саллам уақытында бір адам намаздан кешігіп жалғыз оқып жатқанда айтады: "Аля ражулун ятасаддақу аля хада файюсалли ма". Мына адам менен бір адам мынаған садақа қылып, сонымен бірге намаз оқитын біреу бар ма? Дегенде адамдардың бірі тұрып, сол адам кешігіп келген адаммен бірге намаз оқиды, жамағат болып. Бұл сөзсіз сол бір мешітте жамағат болуына рұқсат болған ашық хадис келіп тұр. Егер төбедегі айтылған фитналар болмайтын болса, иншалла екінші жамағат бола береді. Одан кейін айтып отыр: "Вала таджибул қираату аля маъмумин". لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. Айтпақшы, бұл жерде имамның артында тұрған адам қираатты оқуы, қираат қылуы важип емес деп жатыр. Бұл мәселе ғалымдардың арасында хилаф болған мәселелерден.
Yani imamның артында тұрған адам ешбір нәрсе оқи ма немесе жоқ па? Ең бірінші мәселе Фатиха сүресін өзімен басталады. Яғни имамның артында тұрған маъмум немесе маъмум деп айтылса, маъмум Фатиха сүресін оқи ма немесе жоқ па дегенде ғалымдардың арасында хилаф бар бұл мәселеде. Кейбір ғалымдар жариялап оқылатын намаз бенен іштен оқылатын намазды айырады. Айтады, жариялап оқылатын намазда Фатихада басқа сүрелерді оқылмайды. Іштен оқылатын намазда Фатихада оқыла береді. Сөзсіз Фатиха оқылғаннан кейін бағанағы қосымша сүренді оқылады. Кейбір ғалымдар яғни сirri намазда да, яғни іштен оқылатында да, жарияланған оқылатын намазда да Фатиха сүресін оқу важип емес дейді. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва салламнан келеді хадисте де, «Иза қара фанситу», егер оқыса, имам оқыса тыныш тұрыңдар. «Ман кана лаху имамун фақираатуху лаху қираа» деп келеді. Кімнің имамы болатын болса, оның оқығаны соған оқыған болады деп келеді. Бұл хадистер. Және бір ғалымдар іштен оқылатын намазда да, жариялап оқылатын намазда да, барлығында да оқылу керек дейді. Әрбірінің өзіне жараса айтқан дәлелдері, құжаттары бар. Сол сөздердің әрбіріменен үлкен айымалар, мазхаб кісілері және үмбетте танылған имамдар айтқан сөздер. Бірақ мәселе қайбірін істеймін деген сөзге келгенде тоқтаймыз сол жерде. Бір адам осындай ауыр мәселелерде жағдай барынша біріншіден дәлелдерді зерттеуге әрекет қылады, екіншіден намазының амандығы, сәлеметтігі болған жолды таңдауға, яғни сол мазхабты таңдауға әрекет қылады. Сол мазхабтардың ішінде дұрысырағы Фатиха сүресін жарияланған намазда да, іште оқылатын намазда да тастамайды. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва салламнан келген әртүрлі хадистерді арасын жинауға мүмкіншілік бар. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва салламның өзі оқитын екенін білген кейбір сахабалар. Сол жерде оқудан қайтарған, тек қана Фатиха сүресіне ғана рұқсат берген. Наби саллаллаху алейхи ва саллам имам Ахмад рахимахуллах шығарған хадисте, сендер имам оқып тұрған уақытта имамның артында оқитын сияқтысыңдар дейді. Сонда сахабалар, иә, біз оқимыз дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам, жоқ, оқымаңдар дейді. Ла тафалу, істемеңдер, яғни сол оқуды қойыңдар дейді. Илля ан яқра ахадукум би уммил китаб. Тек қана біреулерің сол Фатиха сүресі ғана болса болады дейді. Соны ғана оқу керек дейді. Амма ман кана лаху имам фақираатуху лаху қираа деген хадис, кімнің имамы болатын болса, оның артында, яғни сол оқыса артындағыларға оқыған болады деген хадис, біріншіден иснадында сөз бар ол хадистің. Екіншіден, ол хадистің төбеде айтылған хадиске ешқандай тұратын қарсылығы жоқ. Қарсы келіп тұрған жері жоқ. Себебі бұл хадис Фатиха сүресінен басқа нәрсені оқымау керек. Жарияланған намазда, имам даусын шығарып оқитын намазда Фатиха сүресінен басқа сүрені оқымау керек. Тек қана себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзі бағанағы төбеде айтылған сахих хадисте илля би фатихатил китаб, тек қана Фатиха сүресі деп шектеп қойды. Қалғанын оқу керек емес. Бұл қашан? Жарияланған намазда. Амма іштен оқылатын намазда әрбір адам Фатиха сүресінде оқиды,
Her bir adam Fatiha suresinden keyin biz zan sure deymiz, yani qo'shilib o'qilатын sure.